Сәлем достар, біздің арнаға қош келдіңіздер. Сіз өміріңізде бір ретте болсын смарт сағат адамға қаншалықты қажет және оның қандай түрін сатып алу керек деген сұрақ қойдыңыз ба? Иә, біз бүгін осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз және iOS пен Android платформасында жұмыс істейтін смартфондарға лайықты смарт сағат таңдаймыз. Ендеше кеттік. Қазіргі таңда смарт сағаттардың нарықта түрлері өте көп. Аталған гаджетті өндіруші брендтер классика, спорт және күнделікті өмір стиліне лайықтап, өз өнімдерін әртүрлі жолмен жарнамалауда. Сіздер естеріңізде болар, бұрынғы кезде сағат тек қана уақыт пен күнді көрсетіп, әрі кетсе калькулятор мен секунд өлшеуіші бар болса, қазіргі таңда смарт сағат смартфонның функциясынан кем түспейді және көп жағдайда оны толықтырып отырады. Соның ішінде сұранысқа ие және сатылымға көп шыққан Samsung Gear S3 Frontier смарт сағаты. Бүгін біз осы Корея компаниясының өнімі туралы сөз қозғаймыз. Gear S3 Frontier құлақтан кіріп бойдалар атауы бар бұл смарт сағат хронометр стилінде жасалған дөңгелек пішінді гаджет. Алыстан қарасаңыз, швейцариялық механикалық сағатқа ұқсайды. Демек, Samsung компаниясы ескі құндылықтарды құрметтетін азаматтармен қоса заманауи электронды функцияларды пайдаланатын адамдардың көңілінен шықты десе де болады. Шынымен де сағат пішіні үлкен, 46 мм диагональды корпусы болаттан жасалған. Біздің қолымыздағы Frontier қара түсті моделі 22 мм силиконды белдікшемен жабдықталған. Белдікшесі өте жұмсақ және ұзақ уақыт таққаннан кейінде қолыңызды ауыртпайды. Айта кететін жайт, смарт сағаттың қорабында білектері кіші адамдарға арналған S, яғни small өлшеміндегі қосымша силиконды белдікше жүреді. Ол да ұнамаса, кез келген 22 мм белдікшеге ауыстыруға болады. Смарт сағат шынымен де өте әдемі және сапалы бөлшектерден жасалған. Белдікшесі мен хронометрін жиі ауыстырып тұрсаңыз, жалықтырмайтын құрал екені сөзсіз. Спорт киіммен де, классикалық костюммен де тағып кете бересіз. Алайда ыңғайсыз жері де бар. Әйел адамның қолында бұл сағат ірі болып көрінеді. Дегенмен де талғам әртүрлі. Себебі нәзік қолында үлкен сағатты таққысы келетін жандарды кездеседі. Дисплейі Super AMOLED 360-360 пиксельді, түстері қанық және әртүрлі градустан тұнық көрінеді. Ең қызығатын жері Always on Display функциясы бар, яғни сағаттың бетіне қажетті ақпарат үнемі шығып тұрады. Сонымен қатар экраны Gorilla Glass SR Plus технологиясымен жасалған, соққы мен сырып алудан қорғайды. Және IP68 стандартына сай шаң мен кірге шыдамды және 1,5 метр тереңдікте жарты сағаттан астам уақыт жүзуге болады делінген. Бірақ сағатты суға саламын деп тәуекелге бармағаныңыз абзал. Сағаттың келесі ерекшелігі экранның айналасында орналасқан безел. Оны солға не оңға бұрау арқылы келіп түскен мәліметтерді көруге, қоңырауларды қабылдауға не қайтаруға, дауысы мен жарық мөлшерін реттеуге, қосымшаларды жүктеуге және тағы сол сияқты пайдалы іс-әрекеттерді жүзеге асыруға болады. Онымен қоса сағаттың оң жақ шетінде екі батырма орналасқан. Олардың да қызметі аз емес. Интерфейсіне келсек, төмен қарай свайп жасасаңыз, дыбыстық режим мен Wi-Fi модулін қосып өшіруге мүмкіндік аласыз. Бір сөзбен айтқанда, сенсор мен безелдің симбиозы сағаттың функционалын арттырады. Смарт сағатта динамик пен микрофон орналасқан. Демек, смартфонсыз сөйлеуге және дыбыстық хабарламалар жіберуге болады. Негізгі сипаттамаларына келсек, Gear S3 Frontier сағаты Tizen операциялық жүйесі арқылы Android немесе iOS платформалармен жұмыс істей алады. 2 ядролы Exynos 7270 процессоры 4 гигабайттық жедел жадымен бірге қызмет атқарады. Сонымен қатар жеке GPS модулі де бар, яғни смартфонды өзіңізбен бірге алмай сыртта жүгіруге болады. Сағатта GPS карта бар. Қалаған жеріңізге сағатта көрсетіліп отыратын бағыт арқылы жетуге болады. Тиімсіз жері смарт сағаттың қуаты тез жұмсалады. Сондықтан картаны смартфонда қосып, сағатпен Bluetooth арқылы байланыстырған дұрыс.
Bluetooth'дың екінші артықшылығы бар. Онымен музыка тыңдауға, тректерді ауыстыруға болады. Спорт режиміне келсек, оптикалық пульсометр тамырдың ырғағын көрсетіп, әртүрлі қосымшалар мен соның ішінде S-Health қосымшасымен байланысып, тиісті деректермен бөліседі. Жүрген қадамдар саны мен жаттығуларды таңдауға болады. Бір сөзбен айтқанда, фитнес-трекер функциялары толығымен қамтылған. 380 мА қуаттылығы сағатты 3-4 күн пайдалануға мүмкіндік береді. Gear S3 Frontier қорабында өзімен бірге қуаттау станциясы жүреді. Сізден талап етілетіні тек сағатты қуаттау станциясына сол жақ не оң жақ бүйірімен қойсаңыз, сымсыз технология арқылы 1,5 сағат ішінде қуатын толтырып алады. NFC модулі бұл жеке әңгіме. Apple Watch сияқты сағат арқылы төлемдер жасау бұл шынымен де үлкен артықшылық. Сонымен, біз сізге смарт сағат қажет пе, жоқ па деген сұраққа жауап беруге тырыстық. Дәл қазір бұл девайстың бағасы 90 000 теңге көлемінде. Егер сіз Apple Watch-қа ақшаңызды қимасаңыз, бірақ дәл сол сәтте тура сондай функцияларды алғыңыз келсе, әрине Samsung Gear S3 Frontier сағатын алуға болады. Оның ерекшелігіне дөңгелек пішінді дизайны жатады, ал безел әрине оның функциясын толықтырады. NFC модулі төлемдер жасауға көмектессе, смарт сағат өз алдына толыққанды фитнес-трекер қызметін атқара алады. Сіздермен аталған техниканы талдаған Талғат Олмен, ал төменде біздің арнаға тіркелу батырмасы бар. Соны басып тіркеліңіз. Жалпы, осы смарт сағат туралы не ойлайтындарыңызды комментарийда қалдырыңыздар. Мен күтемін. Әзірше сау болыңыздар, кездескенше.